Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз осындай тойға, құда-құдағиға арналған төсбелгі, ерекше төсбелгі жасап үйренетін боламыз. Ол үшін осындай оюлардың эскизін принтерден шығарып аламыз. Оны қиып дайындап, жылтырақ камераға бастырып қиып дайындап аламыз. Канцелярский пышақ арқылы қиясыздар. Мен алдын ала дайындап қойдым. Сосын осындай цветной қағаздан шыққан құда-құдағи деген дөңгелек қағаздарды, қатты қағаздарды қиып аласыздар. Клиенттің өтініші бойынша құдағи мен құда бала заказын орындаймыз. Міне осылай қиып дайындап аламыз қағазды. Енді осы қағаз жыртылып қалмас үшін ақ фетрға ыстық клей арқылы жабыстырып аламыз. Екіншісінде дәл солай жабыстырып алатын боламыз. Енді осы жабыстырған дөңгелек қағаздарымызды қайтадан қиып аламыз. Міне қиып дайындап алдым. Енді мына сәукелемен тақияны клей арқылы клиенттің заказы бойынша жасыл түстен, ол жақтың ата-анасына жасыл түстен дайындайтын боламыз. Оюларының барлығын ыстық клей дұрыстап ыстық клеймен жабыстырып алатын боламыз. Жабыстырып алдық. Енді осыны тек қана жиегін қиып аламыз. Бұның ортасын қимаймыз. Сәукелені дәл осылай жабыстырып қиып дайындап аламыз. Міне ыстық клейді кішкене тамызып дөңгелегімізге орнататын боламыз. Сәукелемізді де дәл солай орналастырып аламыз. Артық клейдің жіптерін алып тастаймыз. Сәукелемізге жасыл түсті үкіні жабыстыратын боламыз. Үкінің астын кішкене моншақпен бекітіп жібереміз. Енді сәндік үшін мен әр жерден моншақты жабыстырдым. Ары қарай сәндеу ол өз еріктеріңізде. Витражный моншақтарды да пайдалансаңыздар әдемі көрінеді. Енді артына киімге кішкене фетрдің қалдығын қиып алып, кішкене тереу ұшымызды ыстық клей арқылы жабыстыратын боламыз. Екіншісінің де артына дәл солай жабыстыратын боламыз. Мен кішкене тереуішті пайдаландым. өздеріңізге ыңғайлы болу үшін
невидимка түйреуішті де көрсетейін деп шештім. Мынаның артына осындай невидимка түйреуішті ыстық клей арқылы жабыстыратын боламыз. Костюмге қыстыруға ыңғайлы. Төс белгілеріміз дайын болды. Ерекше әдемі сәнді төс белгілер.